Сәлеметсіздер ме, тикток достар? Міне қыркүйек басталды. Балалардың кітабын қаптау деген мәселе. 500 теңгеден целлофанды аласың. Содан кейін, мысал үшін, оқушының кітабын қаптайсың. Ол целлофан 2 қабаттан болады. Оны өстіп пішіп аласың. Одан кейін үтікпен осылай үтіктейсің. Біреу үтіктедің. Енді мына жағын үтіктейміз. Алдын ала дұрыстап жететіндей қылып кітапты пішіп аламыз. Одан кейін қағаздың көмегімен үтікті осылайынан қыздырамыз. Егер сіз дайын қапты алатын болсаңыз, ол біріншіден немене болады? Ол сыпырылып, жалбыр етіп түсіп қалады. Ал бұл қап әрі ыңғайлы, әрі қолжетімді. Мысалы, сіздің үйіңізде 4 оқушы немесе 5 оқушы болатын болса, әрқайсысына қаншадан кітаптың қабын алған кезде, біріншіден сіздің қалта қаражатыңыз қолжетімді, екіншіден өте ыңғайлы және өте жалбырап, солай түсіп қалмайды. Әрбір кітапты осылайынан біз бірінші қыркүйекте кітап алғаннан кейін баламыздың кітаптарын осылай қаптап береміз.